Canım, ben seni suyum. Seni suyum. Arda. Mehmet. Kömek desinler. Arda süydüm. Men kasındamın, canım osundamın. Janыңda отырмын, süydüm. Саған ештеңе болмайды. Aman қаласың, Arda. Korkma. Тамыр соғысы өте баяу. Не болды, неге баяу? Көзін неге ашпайды, өліп қала ма? Не болды? Sabır etiniz hanım. Arda есіңді жи. Өтінем, көзіңді ашшы, жалынам саған. Өтінем сенен, жаным, көзіңді ашшы. Өтінем сенен, Arda. Тездетіңіз. Мен сені сүйемін. Сені өлердей сүйемін. Arda, мен тастамашы. Toprağından dönsün yüzüm, ölünce sevemezsem seni. Kan ağlasın iki gözüm, ölünce sevemezsem seni. Ölünce sevemezsem seni. Ak rahmetin görmeyim, Gonca gülün dermeyim, muradıma ermeyim. Ölünce sevemezsem seni. Ölünce sevemezsem seni. Yaşamak yıldızlarda, seninle olmak istiyorum. Sevişmek hüner değil, yanımda kalmak istiyorum. Yaşamak hüner değil, seninle ölmek istiyorum. Ben bu yerde ölsem de, ay yüzlüm yine elde. Muhtaç olayım namerde, ölünce sevemezsem seni. Ölünce sevemezsem seni. Yaşamak yıldızlarda, seninle olmak istiyorum. Sevişmek hüner değil, yanımda kalmak istiyorum. Yaşamak hüner değil. Arda,
Өтінем, мен тастамаш. Өтінем. Сен менің күйеуімсің, сен менің сүйіктімсің, менің жан жарымсың, мен тастай алмайсың. Тастай алмайсың, өтінем, тастамаш. Жалынамын жаным. Жалынамын, тастамаш. Тезірек жүріңдерші, тезірек. Гүлен көрген жоқсың ба? Жоқ, мырза, көрген жоқпын. Бұл әйел қайда кетті екен? Барлық жақты қарадым. Күйеу жігітпен қалыңдықтың бөлмесінде де, дәретханада да жоқ. Кеткен жағынан өзгермесе әзірше ешқайда жоқ. Жердің астына түсіп кетті ме немене? Қайда кетуі мүмкін? Мүмкін ауруханаға кеткен шығар. Ешкімге айтпай, ауруханаға кетіп болған болар. Кеттік, Асым. Арда, шыда жаным. Ауруханаға жетіп қалдық, сүйіктім. Сен аман қалуың керек. Шыда, Арда. Шыда жаным. Шыда, Ардашым. Ардам менің. Шыда жаным. Арда. Ардам менің. Жедел жәрдемнің артынан жүр. Көзден таса қылма. Жарайды әпке, қолымнан келгенше тырысам. Көп сөйлей бермей тезірек жүрсеңші. Алла, енді қолым жеткенде қайтадан айыры көрме. Арда өліп қалмасын жаратқан. Апа, Ардишме ештеңе болмай ма? Ол өлмейді ғой, я? Жоқ, ештеңе болмайды. Уайымдама, жарай ма? Ештеңе болмайды. Нұранды бөлмесіне апарайын. Жарайды, жүр. Не болды, Фиген ханым? Арданы, тойда Арданы пышақтап кетті. Арда мырза тірі ме? Білмеймін, ауруханаға алып кетті. Ал Күле ханым ізім қайым жоқ. Бәрі іздеп жатыр. Не? Қалайша ізім қайым жоқ болып кетеді? Қалайша? Арданы пышақтаған сәтте ол да көзден ғайып болды. Ешкім таба алмай жатыр. Ешкім. Апа, Ардишме ештеңе болмай ма? Ол өлмейді ғой, я? Сұлу, менің Ардаға ештеңе болмайды. Тыныштал, жарай ма? Онсыз да жол бойы жылап келдің. Апа, мен Ардиштің жанына апаршы, өтінемін. Бахар, қалың қалай? Жақсы. Сенімсің бе, Бахар? Бахар, Қазір. Бахаржан. Қазір. Анашым. Қызым, бәрі жақсы. Бәрі дұрыс әпке. Емнің әсері ғой. Сұлуы менің. Алаңдама, менің жағдайым жақсы. Арда да аман қалады. Еш уайымдама, жарай ма? Тұнжырама, қызым. Бәріміздің жағдайымыз жақсы болады. Мен сені жақсы көрем, жаным. Мұңайма, әйтпесе мен де мұңайым. Бахар, жатып біраз демалғаным үшін. Әпке, абыр сабыр болып жатқанда қалай демалам? Ұйықтап, әл жинап алмасаң болмайды, Бахар. Мені сыйлайтын болсаң, қызың екеуің ұйықтап алыңдар, өтінем. Күш жинамасаң болмайды. Жата ғой, Бахар, өтінем. Өтінем, кешкі оянған соң қуанышты хабар естіп қаласыңдар. Солай болғай, әпке. Жатыңдар, қане, кел. Ақырын. Киімімізді ауыстырайық. Көмектесіңдер!
Кайдасыңдар? Пышақтап кеткен. Көп қан жоғалтыпты. Тез ота бөлмесін дайындаңдар. Тез. Арда. Арда. Сен мұнда не істеп жүрсің? Неге Арданың соңынан қалмайсың? Не суассың ба немене? Ол менің күйеуім. Мұны қай бетіңмен сұрап тұрсың, а? Сон. Не болды? Арданың халі қалай? Ота бөлмесін алып кетті. Көп қан жоғалтыпты. Дәрігер халі ауыр дейді. Ес-түсін білмей жатыр. Енді не істейміз? Енем қайда? Қалай сонда осында келген жоқ па? Жоқ. Күлия жоқ. Табылмай жатырмыз. Еш жерде жоқ. Табылмағаны қалай? Арданы пышақтағанда сол жерде біздің жанымызда болатын. Қазір жоқ, Ефсон. Ешқайда жоқ. Кенан аға. Арда Атахан өлмепті. Ота жасап жатыр. Ауруханадан шыққанын күтейік, одан кейін тиісті шара қолданамыз. Тағы бір мәселе. Не ол? Жеңгенін не істейміз? Қазір Атахандардың бәрі осында жетіп келеді. Олар келем дегенше керек нәрсені істе. Қане, баста. Сенімдісің бе, аға? Керек нәрсені істе деймін. Жарайды, аға. Өкінішті, Күлия. Өтте өкінішті. Өтте. Айып етпе. Кешір. Күлия қайда екен, а? Бұны Кенан істетті. Бәрін Кенан істетті, Мехмет. Ол тойдың алдында мені де Күлияны да бопсалаған. Мені де, өзіңді де қинай берме. Кет бұл жерден. Бүгін бәрі бітеді. Қарым қатынасымыз бүгін аяқталады. Мен асымға тұрмысқа шығам. Ендеше оның салдарын көресің. Не істейсің? Көресің. Бәрін көресіңдер, Күлия. Сен мұнда не істеп жүрсің? Көресің, асым. Мұнда не үшін келгенімді көресің. Сендерге арнаған кішігірім сыйым бар. Сәл сабыр етсең көресің. Айтпақшы, Ардаға сәлем айт. Бәрін Кенан ұйымдастырған. Бұл Кенанның ісі, Мехмет. Баламды пышақтатқан сол. Күлияны да ұрлап кетті. Бәрін сол істеді. Кеттік, Атеш. Мен де барам. Жоқ, Асым мырза. Кенан сізді көрмей-ақ қойсын, әйтпесе жағдай ушығып кетеді. Атеш дұрыс айтады. Өте дұрыс. Жоқ, мен де барам. Асым мырза, біреу Арданың қасында бас боқпалсын. Сіз осында қалыңыз, өтінемін. Атеш, мен де барам деймін. Асым, осында қал. Балаңа көмегің керек болар.
Егер хабар болса, саған да айтамыз. Ойымдай берме. Ерсун, Арданың халі қалай? Мәз емес, халі өте мүшкіл. Мынаған қараңдар. Өлім аузында жатқанда нақсүйер мен шері келесіп тұр. Арсыз. Мынаның есі ауысқан, ант етейін, жынды. Арда іште ажалмен арпалысып жатқанда сен мына мен сөйлесіп тұрсың. Ұялмайсың ба? Қазір бытышын шығарам. Тыныш, Ерсун, ауруханада тұрмыз. Онда осында жата салады. Өтірік пе? Мынау сенің нақсүйерің емес пе? Арда сендердің ойнастықтарыңды көріп, өліп кетейін деп жүрген жоқ па? Масқара. Неткен сұмдық. Аузыңды жап. Тыныш, саған не айттым? Kenan ağa, Ateş German ve Mehmet Emir Atakan seni көргісі келеді. Жақсы, мен де оларды күтіп отырмын. Келсін, кірсін. Жарайды аға. Kenan. Арданы сен пышақтаттың ба? Арданы сен пышақтаттың ба деймін? Арданы пышақтап кетті ме? Қандай өкінішті. Бізбен ойнама, Кенан. Сендермен ойнап тұрған ешкім жоқ. Арданы мен пышақтатқан жоқпын. Басқа сұрақтарың бар ма? Күлия қайда? Бұдан бұлай Күлия жоқ. Ол мен үшін өлді. Түсіндің бе? Күлия өлді, Мехмет Әмір. Ол енді жоқ. Қалаған жақтарыңнан іздеңдер, бірақ менен сұрамаңдар. Атын да атамаңдар. Мұнымен әуре болғанша полицияға барайық. Солай істегендерің дұрыс. Кеттік. Ертең қонақ үйде ертерек кездесейік. Мен Бекчеттің үлесін сатып алдым. Менің үлесіме оныкі қосылады. Сондықтан жұмысқа кіріскенім абзал. Қалай сонда? Естідің ғой. Ал енді мен оңаша қалдырыңдар. Жеке қалғым келеді. Кеттік. Алло, Асым. Алло, Мехмет. Күлиядан хабар бар ма? Жоқ. Кенан Күлияны алып кеткенін мойындамады. Өтірік айтады. Бәрін сол істеген. Бәрін ұйымдастырған сол, Мехмет. Жақсы ойлауға тырысайық. Біз қазір полицияға бара жатырмыз. Күлияның жоғалғаны туралы арыз жазамыз. Кенаннан күдіктеніп отырғанымызды да айтамыз. Сол жақтан ауруханаға барамыз. Арда қалай? Әлі күтіп отырмыз. Ота біткен жоқ. Жақсылыққа үміттенейік. Жарайды. Сымырайлар, жек сырындар. Есің дұрыс па? Тыныш отыра алмайсың ба? Отырмасам не істейсің? Ұрып жібересің? Сенде нем бар, есер соқ. Көрдіңіз бе, Асым мырза? Жетер, тыныштаңдар. Бер қара. Мен мына адамдар сияқты емеспін. Тыныш отыр, әйтпесе, әкеңді танытам. Қой шәрі, бәрінің көзінше қоқан лоқы жасайын дедің бе? Орқын, сол нақұрысқа тимеш.
Қазір аузын жаппаса, өзім ақшасын жұлып қолына ұстатамын. Жетер. Жылып көр. Бірден күзетшілерді шақырам. Құдай сақтасын. Мынауың жынды ғой, а? Көрсетем сендерге. Көрсетемін. Жөке қайнатып әкелдім. Қолың дерт көрмесін. Ыстықта ішіп алған мүшін. Шойынбеген жаным жегде жеп бітетін бол. Түнде ұйықпай алмай жүрмін. Мүлікке салынған тиімді не істейміз? Қарызды қалай қайтарамыз, түсінсем бұйырмасын. Мен де уайымдап жүрмін. Әлгі Оркунның сазайын бермей қоймаспын. Зейнеп хабарласып Қарағым күнім сол. Жарығым. Апа, не болған білесің бе? Не болды күнім? Не боп тыныштық па? Арданы пышақтап кетті. Қазір ауруханадамыз. Не? Қалайша? Кім пышақтады? Ол жағы белгісіз. Ал Эвсонның не істегенін білесің бе? Тағы не істеді, не білдірді? Оркун деген ақсүйер бар емес бе? Соны ертіп келіпті. Екеуі именбесін о жерде құшақтасып отыр. Әдепсіз, тәрбиесіз, көргенсіз, арсыз, бұзылып кетіпті ғой. Тіпті бетімен кеткен байқамаппын. Апа, Ғанимет апам қасыңда болса, екеуіңде мені мұқият тыңдаңдар. Сендерге маңызды хабар айтам. Жарайды, айт. Эвсон мен Оркун, сендерден алған ақшаға не істегендерін білесіңдер ме? Дүкен ашып алыпты. Мына қыз не дейді? Бізден алған ақшаға дүкен ашып па? Қазір мекен жайын жазып жіберем. Барып өз көздеріңмен көріңдер. Жаз қызым, мекен жайын жазып жібер. Барып дүкендерінің астан кестеңін шығарайын. Жарайды апа, қазір жіберем. Сөйт қызым. Тұрға неме, тұр. Тұр, пальтоңды ки. Не істейміз? Ки пальтоңды, ки. Тоба, тоба. Кеттік. Дүкендерін астан кестен етейік. Дүкен ашқанды көрсетейік. Ақымызды алып қайтайық. Жыр кеттік. Жырғы жыр. Бізді сорлы деп ойлаған екен. Ешқандай шара қолданбайсыздар ма? Жиенім жаралы. Қазір ауруханада жатыр. Қарындасым жоғалып кетті. Мұның бәріне Кенан Эрксан деген адам кінәлі. Күлия Атаханның жоғалған туралы барлық бөлімшелерге ақпарат береміз міндетті түрде. Ал Кенан Эрксанға келсек, оны тек терге аламыз. Қамауға болмайды. Себебі дәлел жоқ. Сонда істеген ісі жазасыз қала ма? Жазасын алмастан ойына келген істеп жүре береміз, сонда қалай? Мехмет Әмір мырза, Әтеш мырза, негізі мен сіздерді басқа мәселе бойынша шақыруым керек еді. Қандай? Бехчет Аракон хасталдағы үйіндіден өлі күйінде табылды. Жанында көмекшісі Агяқтың мәйіті жатты. Ертең қонақ үйде ертерек кездесейік. Мен Бекшеттің үлесін сатып алдым. Менің үлесіме оныкі қосылады. Сондықтан жұмысқа кіріскенім абзал. Бекчет. Бекчетті Кенан өлтірді. Кенан оның үлесін алу үшін өлтірген. Сенімдісіз бе? Сенімдімін. Қазір компанияның акциялары Кенанға көшкен. Бекчетті Кенан өлтірді. Бұдан бұлай Күлия жоқ. Ол мен үшін өлді. Мен үшін өлді. Күлия өлді. Өлді. Күлияны өлтірмеді ме екен? Күлияны өлтіріп тастасақ етеміз. Кенан Күлияны өлтірсе ше?
Егер Кенан Күлияны өлтірсеші. Мехмет Әмір мырза, өтінем, сабыр етіңіз, өтінемін. Ол әзәзіл. Кенан әбелес. Кенан шайтан менің қарындасымды өлтірді. Мехмет Әмір мырза, сабаңызға түсіңіз, ондай жағдай болған жоқ. Кенан өлтірді, Кенан оны өлтірді. Әке, солай болғанда көзіңіз жетпейді. Жаман ойламауға тырыс, өтінем. Қане, отыршы, өтінем. Оны шынымен өлтірсе қайтеміз. Қарындасымды өлтірген болсашы. Арда тірі қалмасашы. Не істейміз? Асым мырза, мені жақсы танымайтыныңызды білем. Дегенмен, Арданың мен үшін өте қымбат екенін біле жүріңіз. Ол олай-бұлай болып кетсе өмір сүре алмайм. Рахмет. Таңғалып отырмын. Мынау қандай адам өзі? Қандай адам? Жынданатын шығар. Шынымен жынданамын. Біреуге жан керек, біреуге мал керек. Исуас неме, арақатынасымызды бұзу үшін барын салып жатыр. Евсонның мына қылығы ерсі болды. Арда іште өлім аузында жатқанда істеп отырғанын қараңыз. Не деген әбестік. Осыдан арда жазылсын, бәріңнің өтіріктеріңді ашам. Осы шыдағаным да жетер. Балам құлай, дәрігер. Жарас терең болмағандықтан ішкі мүшелеріне зақым келмепті. Жақсы болды. Селден соң палатаға шығарамыз. Біраз әл жинасын ертең алып кетесіздер. Алла сізге разы болсын. Негізі аурухананың барлық шараларын білеміз. Өзіміз ақ қанығына жетіп ардан шығарып алатын едік. Дегенмен жөнін айтқаныңызға көп рахмет. Тезірек жазылсын. Рахмет. 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 Арда келе жатыр. Ардам, сүйіктім, қарашы аман қалдың. Көрдің бе? Әлі бәрі жақсы болады. Мынау мұнда не істеп жүр? Бұл не үшін келген? Оны шығарып жіберіңдер. Жанаш. Болды, сабыр ет. Кет! Ардамырза, өтінем, сабыр етіңіз. Жараңыз ашылып кетер. Сон, мынаны шығарып жібер. Кетсін бұл жерден. Науқас алып кетіңдер. Сон, анау бұл жерден кетсін. Ана адам сыртқа шықсын. Оны далаға шығарып жіберіңдер. Сон, бері кел. Сон, мына адамды құрт. Дереу шықсын, кетсін. Тез айт. Қане. Оркун, жүр, шық. Мені қуып жатырсың ба? Иә, жүр. Дәрігер, Арданы көрсем бола ма? Көрмесем көңілім тыншитын емес. Бір ғана кісіні кіргізе аламыз. Ең жақын адамы кірсін. Ең жақын адамы менмін. Оның сүйіктісімін. Болашақ жарымын десем де болады. Жақсы, жүріңіз. Көп рахмет. Жарайды, Евсун, жібер, өзім ақ кетем. Зіркілдеме маған, алла. Мен не істеп қойдым? Ештеңе істеген жоқсың, Оркун. Арданың ашуланған өзіңде көрдің ғой. Онсыздан мазасы жоқ, халім мәз емес. Келгеніне көп рахмет. Енді қиындық тудырмай кеткенің дұрыс. Қиындық тудырмай? Жарайды. Болды, кетті.
Арда мырза, бұдан былай сабыр сақтап ашуланбауға тырысыңыз. Жарай ма? Әйтпесе жараңыздың аузы бітпейді. Тезірек жазылып кетіңіз. Арда, қалайсың жаным? Зейнеп, анау Оркун жексұрын кетті ме? Ол туралы ойламай қойшы. Сенің мұңайғаныңа қарай алмайым. Сенен сұрадым ғой, жауап бер. Оркунды шығарып жібердіңдер ме деймін? Бұл жерден кетті ме? Оны да сүйікті Сеевсунды да шығарып жібердік, уайымдама. Екеуі бірге тұратын үйлеріне кетті. Не? Бірге тұрады дейсің бе? Зейнеп, не деп отырсың? Арда, өтінем Сабрет. Сен ашуланбасын деп айтпай жүредім. Апам оларды өз көзімен көріпті. Евсун мен Оркун бір үйде тұрады екен. Оркун Евсунға үй жалдап берген сияқты. Оны көргенде апамның да көңілге түсіп кетті. Қарғыс атсын. Мені қалайша сатып кетті? Қалайша? Арда, ашуланбашы жаным. Ол бұған лайық емес. Саған қанша рет айтам. Евсун үшін ашуланба. Оған әлсіз жағынды көрсетуші болма. Өтінем. Арда, сен жігерлі атамсың. Көңіл күйіңді түсіруге жол берме. Онсыз да шаршадың. Біраз тынығып алшы, өтінем. Қане көзіңді шым. Апам не істеді екен? Қайғыз, кофе қайда? Аллаға сансыз шүкір. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Көп рахмет. Наның бары Лёевсун ба? Әрине, Лёевсун ханым, сол марканың заттары. Ең қымбат матадан тігілген киімдер. Евсун атахан, менің серіктесім болып табылады жаным. Онда рұқсат болса қарап шығайын. Мархабат. Көп шарлама, шашын иісіп қалып жүрер. Дөрекі. Көйлек әдем екен, бағасы қанша? Ханым, сіз үшін 800 евро. Онда алайын. Киіп кетесі бе, салып берейік бе? Салыңыз. Салып бер, қызым. Мен ақшасын алайын, келіңіз, ханым. Біздің ақшамыз қашып қойған дүкенін қара. Мұның ұят болды, Евсун, ұят болды. Оған ақшамды беріп қоймаспын, бермеймін. Алты, 7, 8. Мына көйлек қанша тұрады, қымбаттым. Ханым, сіз үшін бір... Қанша евро? Сен мұнда не істеп жүрсің? Таяқ жегенің аз болды ма? Тіпті жетпей қалды. Ханымдар, бұл жерден ештен алмаңдар. Бұл адамдар өтірікші, нағыз алаяқтар, айлакерлер, әкнемелер, киімдері харам. Бұлардың киімдерін алмаңдар. Не деп тұрсың, есі бассың ба? Тыныш. Орныңды біл, тапжылмаға не қимылдама. Бұлар бізді алдап кетті. Бұлар ұры, алдап сулап тонайды. Сөздерінің бәрі өтірік, жалған. Кетпеңдер, ханымдар, бұлар қайыршылар. Қазір тиын тебен беремде қайтарамын. Сен кімді қайыршы деп тұрсың, а? Қызыл шаш, кімді қайыршыға теңеп тұрсың? Бұларыңыз не? Мынау қандай жер? Не деген масқара? Бұл не, түсінсен бұйырмасын. Дүкендерің қандай өзі?
Кетіңдер, не қарап тұрсыңдар? Масқара. Сұм, қараларың батырыңдар, жоғалыңдар дейм сендерге. Қайтып келуші болмаңдар. Кетіңдер. Бұлар алаяқ. Айлакерлер, алаяқтар, өтірікшілер. Алаяқтар, кетіңдер. Жоғалыңдар. Кетіңдер. Жібер шашымды, кетпеңдер ханымдар. Албасылар, кетіңдер. Кердің деген сылқымдар, кербездер. Кетпеңдер. Сен, құрбым, маған қайша берші. Қазір. Мынаны жарып тастай. Таптым. Мынаны қайшымен жара салайын. Мә, құрбым. Сұғып алайын ба? Сұғайын ба? Бауыздай салайын ба сені? Сен... Арда мырзаға дәрі бердіңіз бе? Қазір көрейін мырза. Дәрігер мырза. Арда атақанды 2 минутқа көріп шықсам бола ма? Айбетпеңіз, әзірше ешкім көре алмайды. Неге олай? Бір ғана адам кіргізе аламыз. Біраз уақыт бұрын әйелі кірген. Не? Әйелі? Иә, Арда мырзаның палатасына кіріп шықты. Рахмет онда. Жазылып кетсін. Зейнеп. Арданың әйелім дегенің не? Бұл не сөз? Сен Арданың әйелім едің? Иә, мен Арданың жарымын. Алдымен екеуің аз жасасыңдар. Оның артынша біз жылдам үйленеміз. Қарсылығың бар ма, Евсун? Сен мені есіммен адастырайын дедің бе? Нақұрыссың ба немене? Ақылыңнан алжассың ба, мен де шындықлайын дедің бе? Евсун, мен саған не істедім? Неге маған айғайлап тұрсың? Тағы не болды? Асым мырза. Евсун таң атқалы маған сес көрсетіп жатыр. Ауруханадан кетпесең өлтірем деп қорқытты. Не істерімді білмей отырмын. Асым мырза. Доғар, Евсун. Асым мырза, тыңдаңызшы. Евсун. Өтінем, бұл жерден кетші. Мен, тыңдаңызшы мені. Евсун. Бұлай жүр. Асым мырза, мен неге қуасыз? Арданың жанында қалуға рұқсат етіңізші, өтінемін. Қалайыншы? Болмайды, Евсун. Кет бұл жерден. Өтінем, Евсун. Сендерге ақымды жіберіп қоймаспын. Қызымның ақшасын беріп қойыппын да. Айғатыны жыртпа, бүлдірме. Құдайдан қорықпайсың ба сен, тиіспе. Үніңді шыр, әйтпесе қайшыны соғып алам. Ал мен полицияға хабарласамын. Сені де ініңді тұтқындасын. Бері қара, ана ойлакер бауырың мен Евсун қайтып бар. Мен қызымның ақсын жегізіп қоймаймын. Айғатын, қима, Құдай үшін қима. Қолымыздағы ақшаның бәрін осы бөліктерге жұмсадық. Қайдан сендер тікі болсын, қайдан? Ол ақшаны бізден тартып алдыңдар, тонап кеттіңдер, өңкей ұрылар. Бері қара, саған соңғы рет айтам. Алған ақшаларыңды өзімізге қайтарыңдар. Егер 2 күннің ішінде қайтармасыңдар, ант етейін. Мына жерді өртеп кетем, естідің бе? Ана Евсунның бетіне түкіріп кеткенімді айтып бар. Түсіндің бе? Лағнет атқар еркекпен бірге тұрады екен, онымен қоймайды екен, ашып алыпты. Қара бет неме, жексұрын, ішкен жегені желім болсын. Евсунға не айтасың, а? Тәтең бетіңе түкіріп кетті дейсің, түсіндің бе? Жүр құрбым, кеттік. Иә, кетейік. Мә! Қара басқыр немелер, қарғыс атсын сендерді. Алла бәледен көздеріңді ашпасын. Қарғыс шаусын сендерге. Ұрланған тағдыр. Асым мырза, мен Евсуннан қорғағаныңыз үшін көп рахмет. Сіз Евсунның Ардаға не істегенін білсеңіз ғой.
Күлиядан хабар бар ма? Өкінішке орай жоқ. Еш хабар жоқ. Тауып жатса хабарласады. Кенаншы, Кенанды не істеді? Полиция оны қамай ма? Асым ол туралы ұмыт. Қазір басты сарда. Ол қалай? Жағдай қалай? Жақсы, есін жейді. Анағұрлым жақсы. Тезірек жазылып кетсін. Жамандық артта қалсын. Рахмет. Күлияда табылады, қам жеме. Жақын арада қатарымызға қосылады. Айтпақшы, кешке Ардан ауруханадан шығаратын болды. Ефсун қайда? Ефсун жоқ. Кетуі керек болыпты. Айта бер, не болды? Комиссар, шағым түсті. Теңізден той көйлегін көргендер бар. Содан кейін құтқару қайығымен осында келдік. Іздестіре келе көйлекпен шай таптық. Комиссар. Мәйт, ше? Мәйт жоқ, комиссар. Есіңізде болса, Мехмет Әмір Атахан қардасы Күлияның жоғалған туралы шағымданғанда оның той көйлегімен жүргенін айтқан болатын. Мұнымен не демексің? Күлия Атаханның көйлегі деп ойлайсың ба? Иә. Ай, досым ай. Міне қызық. Сүңгуірлерге айт, қажет болса, мәйітті таңға дейін іздейтін болсын. Болады. Отбасының ағасына қарындасының мәйітін іздеп жатқанымызда қалай айтсам екен, а? Қалай айтам? Тезірек сауығып кетіңіз. Аман есен келгенің жақсы болды, Ардамырз. Рахмет. Ақырын. Dayı, Аға, annem апам қайда жүр? Ауруханаға да келген жоқ. Әке, бірдеңе десеңдерші. Апам қайда? Төрге шайық. Содан кейін сөйлесеміз. Аға, жүр, балам. Есіктің аузында сөйлеспейік. Қане. Арда мырза, анасының жоғалғанын білсе, залы суға кететін болды. Күлия ханым табылғанша қалай шыдайтынды білмеймін. Мейлі, Арда мырзаның бөлмесін жинап керейін. Мен де көмектесейін. Қош келдіңіз, Атеш мырза. Фиген ханым, Бахар мен Нұран қалай? Атеш мырза, бүгін Бахардың мазасы болмады, ұйықтап жатыр. Не? Қалайша? Емнің әсер деп айтты, сонда да уайымдап тұрмын. Есінен танып қала жастады. Жарайды, Бахарға барайын. Рахмет.
Әке, аға, апам қайда? Маған айтасыңдар ма жоқ па? Арда қалай айтарымды білмей отырмын. Не болды аға? Нені айта алмай тұрсың? Апам жоғалып кетті балам. Сені пышақтап кеткелі еш хабар жоқ. Хабар ала алмай отырмыз. Апамның жоғалғаны қалай? Апам қайтыс болды ма? Апам өлді ме? Олай ойлаушы болма. Онда ештеңе болған жоқ. Біз полиция бөліміне бардық. Тіпті Кенанмен де сөйлесіп кеттік. Алайда ешкім ештеңе білмейді. Кенан? Балам, Кенанның ісі ме? Оны Кенан ұйымдастырды. Әке-шешемнің үйленгені үшін Кенан ұйымдастырды. Мен оны өлтірем. Сабрет. Мен оны өлтіремін. Жібер әке. Арда, мен оны өлтіремін. Тоқта, тапаншаңды бер. Маған тапаншаңды бер, қаруыңды бер. Мен оны өлтіремін. Сен де тыныш, мен де тыныш. Апам да құтылсын. Бәріміз құтылайық. Осымен бәрі бітсін. Сабрет болды. Сабрет, отыр. Апа. 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 Efsun кетті. Апам кетті. Ешкімім қалмады. Жанымда ешкім қалған жоқ. Бәрі мені тастап кетті. Не істеймін? Арда, ауруханадан енді шықтың. Қобалжымауға тырыс. Ашуыңды бас. Жараң қанап кетті. Арда, жыр жараңды таңайық. Жыр таңғышты ауыстыру керек, жыр жаным. Өтінем жүрші. Кеттік, қане. Алаңдамаңыздар, өзім таңып берем. Жыр жаным. Жаным. Сұлу жарым менің. Фиген ханым сені бүгін әлсіреп қалды деп айтты. Қазір қалайсың? Демалған соң жақсымын. Сенімсің бе? Сенімдімін. Өзің қалайсың? Жақсы. Әкешім? Күнім, қызым менің. Ардиш жақсы ма? Иә, жақсы. Иә. Әкемнен хабар бар ма? Жоқ па хабар. Енді не болады Теш? Білмеймін. Тұр, бірге түсеміз. Сұлуым менің, алтыным менің. Бүгін қатты шаршадың. Жата бер, қазір келемін. Жарай ма? Жарайды, апа. Арданы жұбату керек. Күйініп отырған шығар. Жарай ма? Сен оны ойлама. Оған Зейнеп қолдау көрсетіп жатыр. Зейнеп осында ма? Иә. Жарайды. Болды. Ауырып тұр ма? Жоқ, бәрі жақсы. Бірақ апам үшін ештеңе істемей шалқамнан жатқаныма ашуым келеді. Арда, жаман ойға берілме. Күлия ханым аман есен үйге оралады. Тек жаман ойлаушы болма. Айтқаным келсін, Зейнеп. Жарайды, мен кетейін. Сен тынығып ал.
Қайдасың, Күлия? Қайдасың? Ешкім хабарласпайды. Ешкім ештеңе айтпайды. Не полиция, не басқалар. Полициядан хабарласып жатыр. Тыңдап тұрмын. Мехмет Әмір мырза, полициядан хабарласып тұрмын. Бұл Торос Гүне. Қарындасымды таптыңыз ба? Хабар бар ма? Шұғыл түрде сөйлесуіміз керек, Мехмет Әмір мырза. Бөлімге келсеңіз, бәрін айтып беремін. Иә. Қарындасымнан хабар бар ма деймін, жауап берсеңізші. Айтсаңызшы. Мехмет Әмір мырза, осында келіңіз, бетпе-бет сөйлесейік. Жарай ма? Жарайды. Не болды, Мехмет? Бөлімге шақырып жатыр. Бізге айтатын хабары бар екен. Неге тұп тұрмыз? Кеттік. Қане? Атеш, сенде әкемен бар. Көмегің керек болып қалар. Бармайым, Бахар. Сенің мазаң жоқ. Менің халім жақсы. Бара бер. Абай бол, жаным. Сен де. Қалайсың, Бахар? Мен де сенімен сөйлесейін деп едім. Бер кел. Сөйлесейік. Тыңдап тұрмын. Зейнеп, сен мұнда не істеп жүрсің? Қалай сонда? Мұнда не істеп жүрсің дейм. Ардаға көмектесуге тырысып жатырмын, онда тұрған не бар? Мейлі, онда ашығын айтайын. Ардаға сенен басқа ешкім көмектесе алмай ма? Арда үйлі баранды адам. Бөлін Евсун оның әйелі екен білесің. Ардаға көмектесу саған қалды ма? Несі бар? Түсінсем бұйырмасын. Және Арда мен Евсун бірге тұрмайды. Жақында жасайын деп жатыр. Зейнеп, Евсун екеуің апалы сіңілемесіңдер ме? Арданды жезеңдей көретін сияқты едің. Енді неге Евсунның күйеуінің артынан жүгіріп жүрсің? Мен сені түсінбедім. Әлі Евсунның сөзін сөйлеп жүргеніңе таң қаламын. Зейнеп. Тағы не, Бахар? Сөзімді аяқтаған жоқпын. Келдің-ау әйтеуір. Мұнда не болған? Дауыл тұрған ба? Не мынау? Солай деуге де болады. Тәтең келіп кетті, Евсун. Тәтем бе? Тәтең алды мен үйіме келіп еді. Енді осы жерге келді. Қасына бір әйелді ертіп алыпты. Екеуі дүкеннің тасталқан шығарды. Айтпақшы, дүкенді өртеймін деп қорқытты. Әйел дегенің Ғанимет тәте ме? Қой, Евсун, тәтелеріңді қарабассың, сондай адамдарды да тәте дейсің ау. О, тобы жаратқан. Әлі менен бірдеңе керек бекен, не керек оларға? Евсун, тәтең тағда мені сыбап намысыма тиіп кетті. Айтуынша, Оркун екеуің әмпей-жәмпей болып жүр екенсіңдер. Сосын Тағы не? бетіңе түкіріп кетті, Евсун. Мұны анықтап тұрып айтты. Бетіңе түкірді. Мен оған барып келейін. Неге түкіргіш болып жүрген сұрайын. Жинамай қойындар. Келген соң өзім жинайым, жарай ма? Ештеңе істемеңдер. Жақсы ма? Сонымен алдыңда тұрмын. Маған не істеймін деп ойлайсың? Айта бер. Тіліңе ие бол. Шектен шықпа. Не істейтінді сенен сұрайтын бедім? Зейнеп, сабаңа түс. Бахар, маған өктем сөйлемей қойшы. Евсунға жалтақтап жүргеніңді талай көрдік қой. Ол сенің өміріңді ұрлады. Қызыңды да ұрлады. Ол аздай күйеуіңе қылмыңдады. Не істеп не қойса да бәрін кешірдің. Менен не керек сағана? Не істейін? Мен де сен сияқты періште болайын ба? Кешірген адам қор болмайды, Зейнеп. Қайта сенің нақылығың нағыз қорлық. Ай, Бахар, не ойласың, сон ойла. Бұдан бұлай не сен, не Евсун, мені Ардадан ажырата алмайсыңдар. Сендердің ақылсымақтарыңа пысқырмаймын да. Мен осылай сөйлескенің үшін өкінетін боласың. Сен мені білмейсің, қандай екенді көрмекенсің. Сені бұлай тайраңдатып қоймаспын. Түсіндің бе? Бахар. Бахар. Қымбаттым. Не болды?
Аяқ астынан талып қалды. Не болған түсінбедім. Жедел жәрдем шақыр. Қазір. Жылдам тездет. Қымбаттым. Тәте, бұл менмін. Есікті аш. Тәте, есікті аш. Үйде екеніңді көріп тұрмын. Есікті аш. Іште сөйлесейік. Анурисе осында екен. Қайтадан құрбы болып қалыпсыңдар ғой. Өшпенділік кейде адамдарды жақындастырады дейді. Айтатын сөзіңді айтта басың ауған жаққа кетті. Дүкенді қопарып кеткендеріңе қарағанда шуларың әлі басылмаған сияқты. Кек қайтаруға асығып тұрасыңдар. Мен оның бәрін жақсы түсінемін, бірақ... Не бірақ? Не айтқалы тұрсың, Эвсон? Бірақ, алдымен қызыңды тый, тәте. Сен де Нурис. Намыс деп айғайлағанда алдыңа жан салмайсың ғой. Сондықтан мені мұқият тыңда. Не айтып тұрсың? Сендердің қыздарың, мақтаулы қыздарың менің күйеуімнің соңынан қалмай жүр. Естідіңдер ме? Естідіңдер ме? Жала жаппа, Эвсон, қызыма жала жаппа деймін. Сенің қызыңа жала жауып қайтемін, а? Қызым деп қақылдап қалыпсың ғой. Алла. Оған қашаннан бері сенетін болғансың? Қызыңның не бүлдіргенін білмеуші ме едің? Не істегенін бәріміз білеміз. Қалай сеніп қалдың? Маған сенбе, оған қалай сеніп жүргенін түсінсем бұйырмасын. Қызың менің күйеуім туралы не деген білесің бе? Дәрігерге Арданың әйелім деп айтыпты. Оған күйеуге тиіп алам деді. Сенің қызың. Адам ажалмен арпалысып жатқанда сенің қызың Есуас сияқты осындай әңгімелерді айтып отырды. Мені түсіндің бе? Осындай әңгімелерді айтты. Мен әйелімін депті. Өтірік айтпа. Менің қызымды қаралама. Несіне өтірік айтамын? Өтірік айтатын мұршам қалды ма? Жоғалтатын нем қалды? Несіне алдаймын? Бәрібір бірнеше күннен соң естисіңдер. Алдымен менен естігендеріңді қалатым. Қыздарың менің күйеуімді құрығына түсіруге тырысып жатыр. Осыны біліп қойыңдар. Эвсон, бәле жаппа, Эвсон! Бәле қор, Эвсон! Қайта сенің қызың бәй? Тәте, қазір қызың қайта? Қайда? Қазір Зейнебің қайда жүр? Неге хабарласпайды? Сағат қанша болды? Іште өзің де білесің. Білесің, бірақ мойындай алмайсың. Сондықтан мені бас салып жатырсың. Қазір қызың жеке жайт. Менің күйеуімнің жанында. Оны арбап. Сөйлеме. Аузыңды жап. Аузыңды жап. Қане, кет бұл жерден. Кет, Эвсон. Зейнеп туралы қалай сөйлейсің? Не деп тұрсың, көргенсіз? Жарек, кетем. Басты саған бәрін айттым. Бірақ ақырында қолдаған адамдарың үшін өзің күйесің. Ал сен, Ғанимет ханым, өзіңді мақтан тұт. Ар-ұятын ойлайтын намыс қойғыз тәрбиелепсің. Сенбеймін. Зейнеп олай істей қоймас. Зейнепке ашулансын деп айтып кетті. Жоқ, Эвсон, жоқ. Бахар. Әделі ханым, Нұран сіздерге аманат. Мен осында болам, уайымдамаңыз. Рахмет, Зейнеп. Бахар. Әке, Фиген ханым хабарласып жатыр. Бахарға бірдеңе болып қалды ма екен? Ал. Фиген ханым? Атеш мырза, сізге жедел жәрдем көлігінен қоңырау соғып отырмын. Бахар талып қалды. Оны қаралып жүрген ауруханасына апара жатырмыз. Жарайды, қазір мен де барамын. Бахар талып қалды. Жедел жәрдемнен хабарласты. Ауруханаға бара жатыр екен. Әке, мен Бахардың жанына баруым керек. Бар, хабар бер, тезірек бар. Қиындықтан көз ашпайтын болдық қой, Асым. Жүр, Мехмет, кірейік.
Торос мырза бізді күтіп отыр. Не болды? Бізді мұнда не үшін шақырдыңыз? Күлия бірдеңеге ұшырап па? Шақырған екенсіз, тезірек айтыңыз. Орхан, әкел. Не болды? Нені әкел деді? Сабыр етіңіздер, сәл күте тұрыңыздар. Мына көйлек пен тәж Күлия ханымдікі ме? Иә. Бұлар Күлиянікі. Мұны қайдан таптыңыздар? Теңіздің жағасынан. Мәселе бұлай. Бұдан кейін барлық жағдайға дайын болыңыздар. Күлия ханымды өлтіріп, мәйітін теңізге тастауы да мүмкін. Асым мырза, бәрі дұрыс па? Менің кетуім керек. Мен де Асымның соңынан кетейін. Әрине, ақмақты жасамасын. Хабар болса айтам. Асым қайда? Тоқтата алмайсың. Бұл жол мені тоқтата алмайсың, Мехмет. Асым қайда бара жатырсың? Жеке жаймаған қалған ба? Анашым, қайда жүрсің? Мен, апа, не ғой? Қайдасың, Зейнеп? Жеке жайдамын, апа. Жеке жайда не шаруаң бара? Не бар ол жақта? Жеке жайда не істеп жүр, онда неге барған? Анашым, не болған білсең ғой? Не болды, Зейнеп, не болды? Саған ол үйде не бар, маған соны айтшы. Күлия ханым жоғалып кетті, өліп қалуы да мүмкін. Не деп тұрсың сен? Мехмет әмір мырзасы мен атыш полицияға кетті. Бахарда аурухана қалып кетті, апа. Не деп тұрсың, Зейнеп? Не айтып кеттің? Не бәле болып жатыр? Мұныс нес, қызым? Не болып жатыр? Несін айтасың, апа? Атай көрме. Ардада жаралы күйде жатыр. Оны қалай тастап кетем? Мехмет әмір мен атыш келсін, сосын шығам. Жарайды, Зейнеп. Жылдам қайт. Әкел маған бер. Алло, Зейнеп, мен тыңда қызым. Жаңа Евсун келіп кетті. Сен туралы бірталай сөз айтты. Сен Арданы одан ажыратып өзің тиіп алам депсің ғой. Осы рас па? Қане жауап бер. Рас па, Зейнеп, сенен сұрап тұрмын мен. Ғанимет апа, о не дегенің? Соның сөзіне сеніп қалдың ба? Евсунның қандай екен білесің ғой. Ылғи мені өсектейді де жүреді. Арда маған ағам сияқты. Қанша рет айтуға бола түсінбеймін. Евсунға мене не керек? Ардаға көмектесу үшін келбем, айтып жүрген сөзін қара. Жынданатын шығармын. Жылама, сұлуым менің, жылама. Сен жыласаң жүрегім езіле жаздай, жылама, қарағым. Рахмет, Ғанимет апа. Тұтқаны қояйын. Қазір Ардаға дәрі беру қажет, соған барайын. Бар қызым, Ардаға дәрісін бер. Бер, қызым. Жарайды, анашым. Онда телефонды өшірем. Айтайын деген мынау, Зейнеп, егер біздің көмегіміз керек болса, қоңырау соқ, дереу барамыз. Жарай ма? Жарайды, Ғанимет апа, айтам. Сөйді ғой, жарығым, жақсы қызым. Түсінбеймін, түсінсем бұйырмасын құрбым. Евсун қандай қыз өзі, қандай адам? Адам ба жоқ, сайтан ба? Жағы арсып қалсын. Қызым әкеу жағып кетті. Қызым туралы айтқан сөзінің бәрі алдына келсін. Түсінбеймін, қызым туралы қайдағын айтып кеткен нес. Менің қызым періштедей пәк бейгүнә. Менің қызым адал ғой. Періште десе, періште. Білесің бе?
Дұрыс айтасың Ғанимет. Зейнеп расымен де періштедей пәк қыз. Қолық сұмдық жасауды білмейді. Бірақ Эфсун, мен оған қатты таң қалдым, қайран қалдым. Құдай-ай, Арда мырза, жазылып кетсе екен. Күлия ханымды тезірек табылса ғой. Жалынам, Алла, жалынам. Соны айтам, тезірек табылсын. Арда мырзаның дәрісін апарып берейін. Бүгін әбден шаршаған шығарсыңдар. Арданың дәрілері ме? Мен апарайын Әдел әпке. Әуре болмай қой. Жоқ қызым, өзім апарамын. Жоқ, маған қиын емес. Өзім апарамын қызым. Бұл қызда жеке жайға кіріп алмақшы. Арда мырзаның ар жағынан бір шығып, бер жағынан бір шығып жүр. Эфсун білсе, бұның бет аузын бұзады әлі. Көрде тұр. Дәрілерінде келдім. Рахмет, Зейнеп. Сосын үйіңе қайт, апаң уайымдап қалар. Жоқ, апаммен сөйлестім. Саған тілектес болып жатыр. Сен жазылғанша осында болам. Қалың қалай, ауырып тұр ма? Жақсы, ештеңе етпейді. Дәрігер халі нашарласы 2 дәрі бер деген. Ұйқың тыныш болу үшін біреуін ішсең таңға дейін ұйықтайсың. Таңертең ауырғаны басылар. Мә, іш. Таң атқан соң бәрі жақсы болатыны сөз берем. Бәрі өтеді де кетеді. Ал енді көзіңді жұмды ұйықта. Бахар, жаным, қалың қалай? Жақсы, сүйіктім, жақсы. Қорқатында ештеңе болған жоқ. Қазір Левент мырза бәрін айтып береді. Атеш мырза, бұның бәрі Бахар ханымға жасалған емнің салдары. Қазір баланың да өзінің де халі жақсы. Сәл көмек көрсетсек болғаны одан кейін тәуір болады. Тек бүгін осында қалуына тура келеді. Таңертең талдау жасауымыз керек. Көп рахмет, Левент мырза, көп рахмет. Жаным менің. Атеш, Нұран үйде жалғыз қалды. Балам болма, Бахар. Қазір Әделе ханымға хабарласып оянған жоқ бекен сұраймын. Рахмет әпке, шынымды айтсам, соны ойлап отырғам. Алла саған разы болсын, мен де алып келдің. Сенің бар болғаныңа шүкір. Сіңлім, сен аман болсаң, басқасы маңызды емес. Рахмет, Фиген ханым. Әпкемнен хабар бар ма? Полициядағылар не дейді? Уайымдап отырмын. Полицияға кірген жоқпын. Фиген ханым хабарласа салысымен осында келдім. Әттеген-ай. Әкемен басқаларды қалдырмауын керек ет Атеш. Қасында Фиген әпке бар ғой. Бұның не? Мен үшін сен ғана маңыздысың.